Асқар Алтай аспандаған, арман асудастан дала, алтын белім көктерегім, ай сәулесін шашқан маған, асыл маржан жұлдыз бағы, қара жал мен құндыз балғын, алып айыма емерім, әуен еткен ол қыздарым, аялатқан жаным нұрға, жастық алау жалынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Ақмаралым таңымдайсың, сел қарағай балымдайсың, қауыш марал көлдерімде, ақ қайнарым арымдайсың, ақ су берер көркем жерім, жамбыл үріл өлкем менің, шұбар ағаш топқайыным, аршатыдай өркен елім, аялатқан жаным нұрға, жастық алау жалынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Еңбек өрнек тілектері, жарып шығар түнектерді, мойылды мен жаңа үлгім, баурап алар жүректерді, рахманымның қайнарындай, бұқтырманың айлағындай, берекелі шыңғыстайым, бірлігімнің қаймағындай, аялатқан жаным нұрға, жастық алау жалынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Аялатқан жаным нұрға, жастық алау жалынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Аялатқан жаным нұрға, жастық алау жалынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен арынында. Бәрекелді, бәрекелді. Тамаша. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Жарықтасын. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Қайырлы таң. Катон Жайғасыңыз, қош өңірінің, келдіңіз. Катон Қарағай өңірінің әнұранына айналған Катон әнін бізге тарту еткен Айдын Алдархан мырзаға алғыс білдіреміз. Айдын, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Тамаша, көңіл-күй қалай? Керемет. Жақсы. Бұл 2019 жылдағы алғашқы сұхбат болар. Әрине, алғашқы сұхбат. Сіздің әніңізді тыңдаған жан, көрермендер, бірден
қай өңірдің тумасы екеніңізді біліп сезіп отырған секілді туған жерге деген тағзым деп қабылдаймыз. Жалпы өзіңіз бала күніңізден өнерге жақынсыз ба? Жалпы өнерде кәсіби түрде айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Бір 15 жылдай болған шығар, бала күнімнен жақын өнерге. Ананың сүтімен, қанмен келген өнер ғой. Ананың сүтімен. Енді дәл қазір ұлттық арнаның көрермендерінің алдында сұрақтарымызға жауап беріп отырғандықтан 15 жылдық еңбегіңіздің нәтижесін, қорытындысын шығарғанда шығарсыз. Бөліссеңіз, ең жарқын, ең үлкен жетістіктеріңіз қандай? Енді әскери жаңағы қатарда жүрген кезде Самғау тобы деген топ құрғанбыз. Олжас деген бауырымыз екенбіз. Ол топ әзірде бар. Соның көбінде сол Самғау тобының шығармашылығымен айналыстық. Енді қазір жеке шығармашылықпен белсене қатысып айналысып отыр. Әскер сапында жүргеннен кейін әскери әндер шығар. Жаңа әскери әндер, және жастардың талабына келетін әндер. Қазір қоржында қанша ән бар, қандай композиторлармен, ақындармен шығармашылық байланыстасыз? Көбінде сол жергілікті композиторлар, ақындармен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар бір 18-дей әніміз бар, әндеріміз бар. Мына сұраққа жауап беріңізші, өңірдегі өнерпаздар мен орталықтағы әншілердің айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Негізі басты айырмашылық. Айырмашылық болғанда өңірде талантты жастар көп қой әрине. Әрине. Оларға қолдау болмаса сол бағыт бағдар болмай жатыр дұрыс. Оны неден бастау керек? Бүгінгі сұхбатымыздан бір нәтиже болсыншы, жай әңгіме болмасын. Өңірдегі өзіңіз секілді дарынды, тума таланттарды орталыққа, Астана, Алматыға келіп, оларды халыққа паш ету үшін не істеу керек? Не кедергі? Сіздің жеке ой пікіріңіз қандай? Қаражат керек қой, бірінші жасыратын несі бар. Әрине продюсер керек. Продюсер, қаражат керек. Бірақ енді өнердегі балалар енді сәл пысықтау болып, өздері алға талпынып. Ешқандай продюсерсіз, қаражатсыз, желі арқылы, желіні жарып жатқан өнерпаздарда аз емес. Сұрап отырған сол ғой өзіңізден. Жастар қазір кез келген жас әншіден сұрасаң, енді ақша жоқ қой, оған бейне баян түсіру керек, оған продюсер керек деп сылтау көп расымен де. Таланттар әлеуметтік желі арқылы танымал болып жатыр қазіргі уақытта. Кішкене бір қиялды болсу керек сияқты. Желілер туралы айтатын болсақ, ол үлкен әңгіме. Себебі таланттылар бір бөлек, басқа жағымен хайп болып, басқаша танылып жатқан бір бөлек, танымалдылық ол бөлек әңгіме. Дегенмен әншілікке, өнерге келген кезде ең алдымен нені басты құндылық деп бағалайсыз өзіңіз? Басты талпыныс жаңағы еңбек, халыққа сапалы өнім ұсыну шығар, сол шығар. Сапалы сол. Композиторлар болмаса жақсы бір ақындармен жұмыс істейді. Және ниет дейсіз ғой. Айдын, сізге көп рахмет. Бүгін сонау шығыстан келіп отырсыз. Өңірге сәлем айтыңыз. Құрметті көрермен, сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп, сұхбатын берген Айдын Алдарханұлдарыңыз ендеше болашақта біздің үлкен экрандардан, үлкен сахналардан көріп жатсаңыздар, таныс болыңыздар деген ниетпен Айдынды бүгін студиямызға шақырып отырмыз. Айдын, көп рахмет сізге. Аман есен болыңыздар. Ақ ниетіңізбен келіп біздің көрермендерімізге әсем ән сыйлағаныңызға көп рахмет. Қымбатты көрермен, ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз.